проблема болды соны салу ютубқа. Шын айтсам 2 рет ютуб удалить тастады. Себебі қызым, кішкентай қызым видеода болғасын. Сосын мен қызыммен моментті полностью қырқып тастап, тек өзімді салдым, бірақ бәрібір де ютуб комментарийді өшіріп тастапты. Сондықтан да білмеймін неге олай жасап жатқан. Енді көремін, мүмкін тағы да мотимен видео түсіріп көрем, өзім, жалғыз өзіммен. Мынау видео енді өзіме де ұнамап еді басынан. Сондықтан да білмеймін, солай болды ма. В общем, бүгінгі видео сіздердің комментарийлеріңізді мен мынау видео алдында қызыммен түсірген мукбанг мен Наурыз көже жеген сол видеоны айтпақшы. YouTube почему-то удалить еткен жоқ, ештеңе істеген жоқ, комментарийді де өшірген жоқ. Неге жасап отқан бұлай білмеймін. В общем, бастаймын сонда видеода. Мен ойлап отырмын қайсынан популярный, сначала популярный, немесе сначала новыйдан бастаймын ба деп. Сначала популярныйдан бастайын, да, я. Жания Қуанышбекова, көз тимесін қызыңызға дейді, үй жүректер. Рахмет, Жания. 2 ответ дейді. Бота Биксат жазыпты тоже, көз тимесін қызыңызға. Шикімді екен дейді. Сүйкімді шығар, наверное. Рахмет. Келесі Адель Сайфутдинова. Орысша жазыпты. Какая вы хорошая мать, достойная мама с дочкой, так мягко разговариваете. Вы очень приятная. Всегда вас смотрю, жду ваши видео, особенно в мукбанге. Дай Аллах вам очень много подписчиков и продвижения канала. Вы супер. Спасибо большое, Адель. Очень приятно, правда. Келесі Лязат. Дочка прелесть, молодец, шепчет как мама. Ей надо АСМР проводить. У вас сегодня комбо и дочь, и кошка. Да, точно, кошка там тоже была. Анжелика Божинская. Надеюсь, правильно произнесла фамилию. Шельпики так аппетитно выглядят, и баурсаки прям вкусняшки. Да, баурсаки очень вкусные были, кстати. Келесі Фарида Ораз. Қызыңыз сондай сүйкімді, әдемі, бұйыртса керемет АСМР-де шығады. Видео керемет, шынымен релакс дейді. Рахмет көп-көп. Мынау видеода көбісі комментарийлер қызыма болатын сияқты. 3 восьмерки. Сладкая, пусть растет здоровая. Спасибо большое. Мединкас. Такая сладкая. Ваша дочь уже серьезная и послушная. Да, она уже взрослая. Считает себя взрослой. Анжелика Божинская. Еще раз. Кошечка не мешает. Кошки классные. Доча лапочка. Спасибо еще раз. Кошка не мешает, да, но я боюсь, что она лишний раз может что-то опрокинуть или какой-нибудь звук сделать шумный. Поэтому, а так я люблю кошек, конечно. Айда Исаветбекова, у вас дочка приятная, видно, что воспитанная, спокойно сидит и улыбается. Ну, это она на видео, конечно, такая. Вы сейчас можете ее слышать. Я хочу извиниться сразу, потому что я сейчас снимаю теперь видео, когда только сын спит, потому что у них режим разный, и невозможно поймать момент, когда они оба будут спать, поэтому мне тяжело снимать видео. В общем, мен қазір сіздер мүмкін естіп отқан шығарсыздар, кейде қызымның дауыстары. Ол
қазір басқа бөлмеде күйеуіммен. И мен қазір видео түсіргенде тек ұлымды ұйықтатып сосын видео түсіретін болып жүрмін. Өйткені өте қиын екеуін де ұйықтатып видео түсірген. Өйткені екеуінің ұйықтайтын уақыты бөлекті. Қызым ұйықтаса ұлым ұйықтамайды, ұлым ұйықтаса қызым ұйықтамайды. В общем, қызым енді шамалы үлкендеу болғасын ол түсіндіріп басқа бөлмеге жіберіп сөйтіп айтам, шулама деп. Енді бәрібір де көріп отырғаныңыздай шулап солай ол ойын ойнап отыр да, Роблоксты жақсы көреді сол ойын. И соны ойнап өзімен өзі сөйлесіп сөйтіп отырады. В общем, так что кешірім сұраймын, дауыстары шықса енді оның ештеңе істей алмаймын. Алтынай Алтиева, келіп жеткен наурыз мерекесі құтты болсын. Қызыңызға көз тимесін. Күнде жаңа видеоларыңызды асыға күтемін. Рахмет көп-көп. Бота Бексат бұғанда ответ жазыпты. Келіп жеткен наурыз мерекесі құтты болсын. Қызыңызға көз тимесін. Рахмет. Көрдау. Маған сіздің видеоларыңыз қатты ұнайды дейді. Рахмет көп-көп. Бота Бексат бұғанда ответ. Маған сіздің видеоларыңыз қатты ұнайды. Қайталап жазған. Аяулым Роман, наурыз құтты болсын. Рахмет көп-көп. Бота Бексат тоже наурыз құтты болсын. Рахмет. Бану Скендер, Құдай сәнім, көз тимесін, наурыз тек жақсылығымен келсін. Рахмет көп-көп, Бану. Келесі 42 YT88 өте сүйкімді сіздер ғой дейді. Рахмет көп-көп. Келесі Ар, вы такая прелесть, спасибо большое. Лилим Сердин, ту жаным көз тимесін, қандай сүйкімді дейді. Рахмет көп-көп. Милашка Q, өте керемет дейді. Рахмет. Айка СМР, мерекелеріңізбен баршаңызды. Рахмет. Сезім, оразаға байланысты видео күтеміз дейді. Оразаға байланысты өкінішке орай видео таки салған жоқпын. Но уже ораза скоро бітеді ау деймін. Мен өзім просто ораза ұстамаймын. Жадыра Қалбаева, әдемі құлпырып кетіп, сіз күшті, бәрі сізде жасандылық жоқ. Қалай болсаңыз солай видео қоясыз дейді. Рахмет көп. Мен айтпақшы, жасандылық дегенге кірпігім есіме түсіп кетті. Кеше кірпік жасатқанмын. Наращивание. Қазақша білмеймін, жасанды кірпік дейді ма, қалай атайды. Өзіме ұнайды енді прям. И уақытты да видеоға көп алмайды да. Өйткені мен мысалға қазір ешқандай боянған жоқпын да. Көзімді, тек ернімді боядым. И бетіме пудра жақтым. А так бұрын көзімді прям теньмен, жаңағы тушпен солай боянатын. И қазір көп уақыт алмау үшін, видеоны тез осылай түсіре салу үшін осындай кірпік жасатып алдым. Күшті ұнап отыр, шын айтсам өзіме. Айнұр Ибраева, видеоларыңыз маған өте қатты ұнайды дейді. Рахмет. Шын айтсам, үй сондай ыстықта, бізде отопление әлі өшірген жоқ. 20-сынан кейін өшіреді деген, бүгін нешесі 16 апрель. Диана, тәте, сіздің қызыңыз өзіңізге кішкене ұқсайды екен, көз тимесін қызыңызға дейді. Рахмет. Шынымен ұқсай ма маған? Мне кажется, ұқсамайды. Қызымда, ұлымда. Нұрай Досымбек, қызыңыз әдемі екен, машаллах дейді. Рахмет. Айдана, мұрным теріле береді осылай. Айдана Жайлау, ұлыс оң болсын, ақы мол болсын.
қайда жүрсеңіз де жол болсын, видео күшті дейді. Рахмет көп айтаны. Гульмирочка, классно, кисточкой по микрофону. Это да, дочка, кажется, делала тогда кисточкой. Балнор, өте жақсы видео дейді. Рахмет. Әйгерім жалғызбай, керемет, әпке мен сізді жақсы көремін өте дейді. Рахмет көп Әйгерім. Бота Бекзат, дәл солай, керемет, әпке сізді жақсы көремін өте. Нұртана Омарғали, жаным, қызыңыз сондай тәтті, көз тимесін. Рахмет видеоңызға дейді. Рахмет көп. Чинара Акюст, машаллах, өте әдемі дейді. Рахмет Чинара. Айсана Тұрсбек, рум-тур қашан сүресіз? Бірен сол рум-тур маған прям қиын болып жүр. Түсіргім келіп жүрді өзім. Бірақ кейде түсіргім келеді, үйге қарайын да желанием қашып кетеді. Үйде бүкіл ойыншық білмеймін шашылып, қашан түсірем. Енді прям әрине сіздерге үйімді идеальный қылып көрсеткім келеді, күшті, тап-таза. Бірақ енді өмірде шынымды айтайын, үй ондай емес. Өкінішке орай идеальный, тап-таза болып тұрмайды күнде. 2 бала болғасын үйде, әрине білмеймін. Енді надеюсь, тек менде олай емес. Балалары бар, үйдің бәрі сондай шығар, енді шашылып, сөйтіп ойыншық, әртүрлі заттар. Сондықтан да енді постараюсь бір күні үйді жинап, генеральный уборка жасап, рум-тур түсіруге. Аяулым Роман, қызыңыз сүйкімді дейді. Рахмет. Сезім, вау, өте керемет, қатты ұнады, қызыңыз әдемі екен дейді. Рахмет көп. Шаттық Нұр, сүйкімді болып отырсыздар ғой дейді. Рахмет. Аяулым Роман, сізге рахмет, наурыздық көңіл-күй сыйладыңыз дейді. Рахмет. Айсулу, дочка такая сладкая, спасибо большое. Бота Бекзат ответ жазыпты, дочка такая сладкая. Обито 2010, ролевые игры күтеміз, ұзақ болды түсірмегелі дейді. Шынымен де мен ролевые игры что-то түсірмей кеттім, білмеймін. Оған шабытым келмей жүр ма? Ролевые игрыға шамалы дайындалу керек та, өйткені айтатын сөзіңді деген сияқты кім боп ойнайтыныңды, мысалға сен парикмахер боласың ба, визажист боласың ба, или біреудің сестрасы деген сияқты, білмеймін. Аружан Жами, жаным, қызыңыз не деген тәтті, күліп қарап отыра береді, өзі тынымсыз екен дейді. Рахмет көп. Жаннұр Қайрат, қызыңыздың күлкісі сізге ұқсайды дейді. Рахмет. Блэк Пинки, көз тимесін туф дейді. Рахмет. Айсұлу Мұқарамова, қызыңыз копия папасы. Папасына, более сол жаққа келетін сияқты. Привет, келе жатқан наурыз мерекесі құтты болсын. Рахмет, енді уже өтіп кеткен. Тота, братан, я вас обожаю, вы такая красивая женщина. Спасибо большое. Балнұр, қызыңыз әдемі дейді. Рахмет. Айжан Қабдырахман, қызыңыз сондай сүйкімді. Рахмет. Айтып тұрмын ғана видеода көбісі, почти барлығы қызыма, маған өте приятно, конечно. Айтгүл Наурызбаева, не деген керемет, биязы қызсын, келінсін, дұрыс, осы бетінен қайтпа, тамаша, әдепті, көз тимесін, өзіне де балапанына да алға қойған мақсаттарына жете бер дейді. Рахмет көп. Мынау мысық деген бәлі болды. Анау детскийдің есігін жауып қойсам, қытырлатады, кірем деп, кіргізіп есігін жауып қойсақ, енді қазір әбәт қытырлатып атыр, шығам деп. Не деген мысық. Дильшат Дүйсенбек, енді мяулап атыр. Такая милашка, твай, спасибо большое. Қазақша ертегілер
Керемет дейді, рахмет. Ақерке Мырзатай, қызыңыз өзіңіздің көшірмеңіз ғой, сөз бар емес пе еді, ақылды әйелдің өзіне ұқсаған қызы болады деген. Рахмет көп. Айнұр Ибраева, наурызыңызбен құттықтаймын дейді, рахмет. Әйгерім Жалғасбай, әпке қасиетті Рамадан айына финики шоколаде мен ASMR мукбаң түсіріңізші, өтініш дейді. Оны енді білмеймін, уже түсіре алмайтын шығармын, уже оразада әбден скоро. Дениса Зарипаева, Динара, простите, но сіз мамаңызға қатты ұқсап тұрсыз осы видеода. Жатқан жері жанаттан болсын дейді. Рахмет көп. Простите деп айтудың керек жоқ, Дениса, мен түсінемін сізді. Мен керісінше қуанамын, шын айтсам, маған солай айтқанға. Өйткені мен мынау шашымды прям мындай блондинкаға бояғым келіп жүрген себебі сол. Бір жағынан мамам сияқты. Мама өйткені тоже шашы аппақ түгін, андай кәдімгідей қандай блондинка дейтін еді, сондайды. Ұмытып қалдым. Енді ұмытып қалдым. Сондай прям аппақ блондинкалар, мынандай сары емес мен сияқты, прям аппақ блондинка. Өйткені менде еще ақ шаштар да көп бір жағынан. Солай шашымды прям маманыкіндей істесем, онда вообще мамаға копия болып ұқсап қалатын шығар. Комментарий Айсұлу жазыпты. Думаю, лучше вам удалить комментарий. Жараның бетін тырнамағаныңыз абзал деп. Айсұлу, сізге де рахмет. Менің көңілімді ойлап отырғандарыңызға. Дениса Зарипаева, тогда Алина красавица. Спасибо большое. Санду Саят, я қызыңызға көз тимесін, наурыз көше тәтті ғой, мен де ішкем ет, жаңағы жылқы етінен жасалған дейді, рахмет. Гүлжазира, тфа өте әдемі екен қызыңыз. ASMR-іңізді өте күшті шыққан. Сілекейім ағып кетті даусыңыздан дейді, рахмет көп. Гүлжазира. Алтынай, көз тимесін дейді, рахмет, Алтынай. Дикош, қызыңыз өте сүйкімді, шынымен де өзіне канал ашыңыз дейді. Оны көреміз, егер өзі не істегісі келсе, ашқысы келсе. Асылым Канатова, новый видео и жүрек, көзі жүрек. Джейми, ASMR so cute. Ағылшынша жазыпты. Мамина дочь, туы бауырсағын тістеймін деп қолын ұрып алды ғой. Иә, шынымен сондай момент болған. Қызымды қаттанан тістеп қолын. Шын айтсам, мен бірақ күлкім келді сол моментті көргенде. Балнұр, менің үйдегі ұлым жаңа жылап оянып кетті, қайтып ұйықтады. Мен мынау Балнұрдың комментарийсін оқып аттым-ау деймін. Менің үйдегі мамам жасайды, қатты жақсы көрмесем де жақсы көремін наурыз көшені дейді. Мамина дочь, қызыңыз өсіп қалыпты, иә. Қызым өсіп қалды кәдімгідей. Уақыт деген қалай тез өтеді. Осы кеше ғана кішкентай болып жүрген. Ана мысық қайтадан қыдырлап жатыр. Қанат Тұқымбеков, вау дейді. Blackpink, тиктокқа стримге шығатын кезде айтып қойсаңыз, осылай видео түсіріп атып, мына күні мынандай уақытта деп жақсы болар еді дейді. Иә, бірақ мен өзім білмеймін да қашан шығатынымды. Аяқ астынан шығып қалам да, сондықтан да. Мысалға, мен қашан кеше шықтым тиктокқа. Осылай видео түсіріп болғасын, балам әлі ұйықтап жатқан, сондықтан да ойладым, шамалы тиктокқа шығып көрейін деп. Бірақ оянып кетті. Боранбай Туманович, тиктокқа прямой эфир күшті дейді, рахмет. Боранбай Туманович, тағы қызыңыз красавица.
сізді қатты сағындым, наурыз құтты болсын дейді. Рахмет. Мунира М. Жанна моя маленькая. Это менің тәтем аудиом, кажется, бұл сообщение на комментарий жазған. Білмеймін, мүмкін қателесі. ASMR. Магазин туралы видео түсіріңізші. Магазин туралы көрем. Бота Бексат, вау дейді. Назар, керемет. Рахмет. Микося Мукбанк. Мен наурыз көжені қатты жақсы көрем. Өкінішке орай мен қазір Стамбул қаласындамын. Бұл жақта наурыз көженің ингредиенттерін сатпайды, ал біз Стамбул қаласында ұзақ боламыз. Соған кішкене көңіл күйім жоқ дейді. Көңіл күйіңіз түспей қойсын, зато сіз Стамбулдасыз. Привет, о, новое видео. Ульгер ASMR. Тәте маған жиілмей қалған бор және клиналарды беріңізші. Сізден көріп жегім келіп кетті дейді. Ол мел клиналар әлі тұр, мен де шын айтсам оны. Мен жеген жоқпын такен, мен жемеймін да оны. Білмеймін, егер де сіздер Алматыда болсаңыздар, мүмкін жіберем. Енді басқа қалаға қиындау болады жіберу әрине. Нұрай Досымбек. Канал ашып берсеңізші, көреміз ғой видеоларын дейді. Қызыма шығар, я, бірақ қызым енді әлі кішкентай, көреміз болашақта. Нурила Сәрсебаева, бірінші просмотр от меня. Не дауысын естіп жатсыздар. Сондай эмоциональный, да енді балалардың бәрі сондай шығар. Айқайлап, сөйтіп сөйлейді ғой олар, жай сөйлей алмайды, спокойно. Обиду 2010 салюттардың смайлигі. Алтынай Фай Динарочка. Дана Дастан көп жүректің смайликтерін жіберген. Natural Phenomenon и за ним дейді. Рита Есмурзаева. Динара, все как всегда супер, но есть одно но. Хватит трогать нос, что за привычка, и шмыкать каждый раз. Да, я знаю, я даже на этом видео, наверное, трогаю, но я трогаю нос, потому что он у меня потеет. А вообще, я вот на том видео, вот на вот этом, я его постоянно трогала. Это вот перед операцией было. Я же на нос сделала операцию, у меня перегородка кривая. Ну, не кривая называется, смещенная перегородка. И вот буквально недавно, недели 2 назад, наверное, вот мне сделали операцию, я лежала в больнице, поэтому и видео долго я не снимала. И сделала я операцию, потому что у меня постоянно хронический гайморит был. И вот это у меня вот, ну я шмыгала, и у меня вот это сопли постоянно набирались. А сейчас вроде нормально, но я надеюсь, что я больше не буду вот так делать постоянно. Надеюсь. Ответ Джаспта. Сейбекова Индира. Раз такое дело, у меня к вам тоже есть одно но. Но комментарийді былай оқитын сияқты надай немен. Раз такое дело, у меня к вам тоже есть одно но. Мынандай негритянкалар болады ғой өстіп. Автор не салса да, қалай салса да өзі біледі. Ұнатқан кісілер қарайды, ұнатпағандар өтіп кетеді. Сіз мұрнына, мен шашына, тағы біреу құлағына тиіссе не болады. Сондықтан пікірлеріңізді өздеріңізге сақтаңыздар дейді. Индира, рахмет көп-көп. Комментарийіңіз күшті енді прям. И мені жақтап отырғаныңызға да маған өте приятно. Но Ритаға да айтып қояйын, Рита Есмурзаева, я не обижаюсь, в принципе. Ну, вы вначале же написали, что все, как всегда, супер. Я понимаю, вы не хейтер. Просто, ну, бывает иногда кого-то раздражают вот такие вот там какие-то звуки, привычки. Но я еще раз говорю, я постараюсь больше так не делать. И я это, скорее всего, делала, потому что вот у меня постоянно нос
азат болып кетіпті ғой. Blackpink'i біз сатып аламыз көшені дейді. Мен де сатып алғанмын ана көшенің алдындағы сол видеода заказ берген. Алия Нигматуллина, сәлеметсіз бе, қызыңыздың қолына массаж жасап түсіріңізші немесе ASMR губы. Енді қызым, мен білмеймін, вообще видео түсіруге қорқып отырмын. Мынау соңғы видеодан кейін YouTube солай удалить етіп тастай берсе, маған еще предупреждение жасап, прям егер осындай деп қайталанатын болса, сіздің каналыңыздан забаним деп сондай. Сондықтан да қорқып отырмын. Енді қызыммен вообще видео салуға. Самат Оралов, неге балдарыңыз қазақша сөйлемейді, неге орысша сөйлейді? Мен алдында кешірім сұраймын, видеода сол айтқанмын, по-моему, сол логопедке барып жүргесін. Қазір логопед орысша пока енді сөйлетіп жүр, и ол айтқан, бір тілде жақсылап сөйлеп алсын, сосын уже басқа тілді үйретіп беруге болады. Өйткені қазір орысшаны дұрыс сөйлемейді, оған қазір тағы қазақша сөйлеп жүрсең, енді одақ мүмкін қиын болады. Сондықтан да қазір орысшаны прям енді тілі прям күшті, өйткені кейбір букваларды, әріптерді, кейбір сөздерді дұрыс айтпайды да. Кейін әрине қазақша үйретем, мүмкін қазақша мектепке берем. Бекзат Орынбаева, микрофонда бізді қатты шығып жатыр, ұйқыдан оятып жібереді дейді. Надеюсь, бүгін ондай қатты шықпайды, білмеймін. Мүмкін қысым сол кезде андай звуктар жасағасын қатты болған шығар. Алишан, мен ойлағанмын, сіз жер үйде тұрасыз. Жоқ, жер үйде тұрмаймыз, бірақ жер үйге көшу қазір арман болып жүр. Күйеуімде де, мен де вообще қатты ойламайтынмын, енді армандамайтын, прям жер үйде тұру деп. Маған керісінше новый этаж үйде, сондай новый үйлер болады ғой, жилой комплекс новый, сондай да. Бірақ осы соңғы кезде что-то күйеуім маған не жасап жатыр ма, күйеуімнің влияниесі ма, білмеймін. Күйеуім осы бастаған, давай жер үйді не істейік деп көшейік, егер көшетін болсақ. Сондықтан да қазір енді жер үйлер қарап жүрміз, пока білмейміз енді. Оған ақша жинау керек. Көртау, қалайсыз дейді. Рахмет, жақсы. Майнкрафт сила бір деген сообщение, бірақ комментарий бірінші емес, по-моему, или бірінші. Апот, брат, бродж, түсініксіз сыбырлау түсіріңізші дейді. Майнкрафт сила первый, Ақерке өте керемет дейді. Рахмет Ақерке, осымен комментарийлер бәрін оқып болдым. 102 комментарий. Вроде видео енді кішкене ұсақтау болып кеткен сияқты, білмеймін. Мен сондай әдетім, видеотым ұсақ болса не істемеймін да, ұнатпаймын, білмеймін. Хотя кейбір адамдарға керісінше ұнайды, ұсақ видео, сондай ұсақ видео түсіріңізші деп. Жалпы осымен болды. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Рахмет комментарийлеріңізге көп-көп. Осы видеоның астына комментарийлеріңізді жазсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз мүмкін. Жай бір пожеланияларыңыз. Мүмкін келесі видеода тағы да осындай түсірем, комментарийлерді оқып. Енді көреміз. Не болса да